Сабыры жоқтың иманы жоқ деген сияқты ғой. Білімсіздер дейді Алла Тағала. Сен секілді Алланы білмейтіндер, ақыретті білмейтіндер, бұл нәрседен бейхабар жүрген жандар. Алла Тағала сендерді бір-бірлеріңе фитна сынақ қылдық. Зинаны сүйе ме, жоқ Алланы сүйе ме? Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті, қадірлі, білім жолындағы, дін жолындағы, хақтың жолындағы, Алла Тағала мен Алланың елшісінің махаббатына қарай ұмтылған шәкірттер, білім ізденушілер, талапкерлер, барлықтарында жұманың осындай кешінде қош көрдік. Алла Тағала сіздер мен біздерге пайдалы білім нәсіп етсін. Бүгінгі тақырып Рахманның құлдары деген тақырып. Бұл тақырыпты негізі бастаған Алла Тағаланың өзі бастаған тақырып. Маңызды аяттар, Рахманның құлдары деген атқа иелендіретін маңызды қасиеттер. Алла Тағала бұл аяттарды, бұл қасиеттерді Фурқан сүресінің соңғы бөлігінде орналастыруын қалады. Міне осы аяттардың көлеңкесінде бүгін иншалла біздер пайдалы білім аламыз. Алла Тағала осы әрбір Рахманның құлдарына тән қасиеттерді біздің бойымызға сіңуін нәсіп етсін. Өйткені негізгі бұл кездесуіміз сіздермен бүгінгі осы аяттарды талқылаудағы негізгі түпкі мақсатымыз практика. Өйткені теориясы ол Құранда тұр, қаншалаған ғасырдан бері қайталануда. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям үмбетінің әр замандағы буындары осы аяттарды оқыған, осы аяттарды өз бойларында амал етіп, орналастыруға талпынған. Ендігі кезек иншалла біздің буын Ғибадур Рахман деп Алла Тағала осы аяттардың басын, осы мінездердің басын осы сөзбен бастаған. Және де Рахманның құлдары. Жалпы құл деген масыл құл болады. Жер бетіндегі нәрселердің, адамзаттың күллісі Аллаға құл болып қана табылады. Алайда басым көпшілігі Раббысын танымайды, Рахманның беделін танымайды. Рахманмен ешқандай байланысы жоқ бұл өмірде. Заяға кетіп баратқан өмірді арқалап жүр. Масыл құлдар. Алла Тағала оларды жаратты, оларға бейне берді, оларға ризық беріп жатыр. Күнделікті өмірлерін жүргізіп жатыр. Оларға отбасы, бала шаға нәсіп етіп жатыр. Жұмыс, кәсіп, байлық, денсаулық дегендей. Ауырса шипа береді, ризық іздесе ризық береді. Осылайша алайда олардан Раббыларына қарай, Раббыларының жақсылығына қарай ешқандай қайтарым жоқ. Масыл құлдар. Екінші топ бұл асыл құлдар. Өзіміздің қазақ тілінде түсіндіріп жатқаным бар. Алла Тағаланың әрбір жақсылығын қадірлейді. Әр жақсылығына қайтарым жасауды тілейді осы өмірінде. Алла Тағаланың абырой беделін қастерлейді, ұлы есімдерін қадірлейді. Сол есімдерінің көлеңкесіндегі шүкірлі құл болуды қалайды. Міне сол Алла Тағаланың ұлы есімдерінің бірі Ар-Рахман. Күллі Құран сүрелерінің бәрінің жағы баршамызға белгілі Ар-Рахман, Ар-Рахим деген есімдерімен басталатына. Сол Ар-Рахман, Ар-Рахим деген екі есімінің де әуелгісі осы Рахман. Шүкірлі құлдарды да, шүкірсіз құлдарды да, өзіне иман келтірген құлдарды да, өзіне иман келтірмеген құлдарды да, жер бетіндегі күллі жаратылыстарды жақсылығымен осы дүниеде
жақсылығымен жеңген Алла. Адам баласына жақсылықтан басқа нәрсе жасап жатқан жоқ. Осы Рахман біз үшін өте ұлы есім. Бұл есімді біз арқалаймыз. Сол арқалайтын құлдардың сипатын айтып жатыр. Рахманның құлдары. Бұл осы қоғамда ең әуелі біздерге тиесілі есімдер. Осы Нұр-Мүбарак Ислам мәдениеті университетінде, осы Ислам университетіндегі сіздер мен біздер тікелей қатысты осы аяттар. Мынау біз бен сіз арқалайтын мінездер, біз бен сіз арқалайтын қасиеттер. Ана халықты айтпай тұрған кезде, сол халықтың арасында біз арқалайтын мінездер, қасиеттер осылар. Мен солармен танысайық. Айбадур Рахман кімдер олар? Раббымыз бұл Рахманның құлдары деген кімдер? Біз солардан болғымыз келеді. Олардың бірінші қасиеті қандай? Егер білгілерің келсе, әллазина ямшуна алал арди хаунан. Олар мына жердің үстінде хаунан деген байсалды, салмақты, қарапайым. Осы халде жүреді дейді, қараңыздар. Бұл бірінші қасиет. Бұл қайдан келген ол қасиет оған? Жердің бетінде сыпайы, байсалды, қарапайым жүреді. Бұл олардың жан дүниесіндегі жеке тұлғасындағы қасиет. Алламен байланысқан. Алла тағаласын соншалықты қадірлеген, жердің бетіндегі жүрісіне әсер етіп жатыр. Рахманның әсері соншалықты оны ұлықтайды. Ол тек қана теория білім емес, ол білім оның қанына сіңген, жүріс тұрысына. Сонда Алла тағаланың айтқысы келген Рахманды соншалықты қадірлейді, жердің бетінде жүрген кезде Рахманмен байланысының көрінісі жердің бетінде сыпайы жүреді, салмақты, қарапайым. Жердің бетінде бүлдірмейді. Жердің бетіндегі Алланың ағашына да шыбығына тиіспейді, мысығына да итіне тиіспейді. Біліңіз, Рахман құлы, ол Алладан басқа ешкімнен қорықпайды. Елестетіңізші, Алладан басқа ешкімнен қорықпайтын құлдың сыпайы кетіп баратқаны жердің бетінде. Байсалды, тыныш. Оның жүрегінде қорқыныш та жоқ ешнәрседен. Жалғыз ғана қорқыныш. Әлемдердің Раббысынан. Сол қорқыныштан туған хал жаңағы. Хаунан деген хал, күйі, сыпайы жүреді. Байсалды. Көрдіңіз бе Алла тағаланың абырой, беделі, Алланың ұлылығы қалай әсер еткен. Яғни сізбен біз оқып жатқанда білім, иман негіздерінде болсын, мінез құлық, ақылақта болсын, біз оқып жатқан білім халге айналған. Алла тағаланың осы жерде көрсетіп жатқан нәрсесі, ей білім жолындағылар, білім тек теория болып қалмасын дейді сенде. Біреуге жеткізіп, біреуге сөйлейтін нәрсе ғана болып қалмасын. Білім күйге айналсын дейді. Күйге. Бірінші күй қандай менде? Мен білім жолындағымын. Ертең мен Құдай қаласа нәждене иман боламын, ислам танушы боламын. Әйтеуір арқалаймын мен. Мен арқалайтын нәрсе есіңізде болсын, сіз арқалайтын нәрсе ол Рахманның құлы деген қасиет. Мұсылмандық деген нәрсе сол. Иман деген нәрсе сол. Сондықтан бірінші қасиетіміз біздің не екен? Алла тағала бізге қалайтын, Алла тағаланың бізді шақыратын қасиеті міне жердің бетінде сыпайы жүреді, байсалды жүреді, тыныш жүреді. Жаңағы нәрсені қосып қойыңыз. Ешкімнен қорықпайды. Тек Алладан ғана қорыққандықтан сондай. Біреулер ойлауы мүмкін, адамдардан қорыққаннан сөйтіп жүрген шығар деп. Жоқ. Тек Алладан ғана қорыққандықтан сол халге еленген. Екінші қасиеті. Енді солай кетіп баратқан кезде ол бағана айттық, ол ешкімнен қорықпайды. Сөйтіп оған біреулер тіл тигізеді.
Кімдер тіл тигізеді Раббымыз? Білімсіздер дейді Алла Тағала. Сен секілді Алланы білмейтіндер, ақыретті білмейтіндер, бұл нәрседен бейхабар жүрген жандар. Бәлкім кезінде сен де сондай болғансың дегендей. Міне солар сені қараққалап, яғни бүгінгі тілмен айтқанда, ей араб құлдар, бүгінгі тілмен айтқанда. Атағала жахилун деп тұр ғой. Білімсіздіктен не айтпайды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мысалы, ей жынды деген олар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи олар, ей сиқыршы деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи олар тағы, ей өтірікші деген. Ей ұрпақсыз деген. Бүгінде бұл сөздер өзгеріп тұруы мүмкін әр заманда. Алайда Алла Тағала мына нәрсеге назар аудар деп отыр ғой. Әл-жахилун деген нәрсесін ұмытпа дейді. Білімсіздер. Сен кімсің деген сөз қарама-қарсы мағынасын айтып кетіп жатыр сізге. Сен кімсің? Сізге не деп айтып жатыр? Сен білімдісің ғой дейді. Түсіндіңіз ба? Сен Алланы танитының, Рахманның құлы деген сипатты, Алланы, пайғамбарды арқалап кетіп баратқан адам болғаннан кейін, енді Алла мен елшісін, дінді танытатын кім қазір? Сіз. Сізге осындай білімсіздер тіл тигізген кезде, қараңыздар. Оп оңай. Қолу сәлама. Аман болыңдар. Амандық болсын. Қорықпайды ешкімнен. Жаңағы нәрсені ұмытпаңыз. Қорқу деген атымен жоқ. Сәлама. Білімсіздер оларға тіл тигізген кезде, сөзге тартқан кезде, сәлем сендерге, амандық болсын. Міне. Алладан басқа ешкімнен қорықпайтындығын, немесе жаңағы білімсіздерден қорықпайтындығын дәлелдемейді. Түсінікті ғой, қорықпайтындығын, сізден қорықпай тұрғандығын дәлелдемейді. Өйткені Алладан қорқу деген тақырып жеңген күллі нәрсені. Алла соншалықты жеңген Рахманның құлы. Қандай надан, қандай ауыр сөз айтса да, сәлем. Психологический травма алмайды ол. Түсінікті ғой, Алланы танымаған адам, мына заңдылықтарды танымаған адам ғана жаңағы өзінің жанына бір зақым алуы мүмкін. Норма. Білімсіздердің сізге тіл тигізуі норма. Үйреніңіз. Өйткені ол білімсіз болып тұрған адамдар ертең білімді болуы мүмкін. Бірақ ол білім халіне жеткенге дейін сізге сынақ болады. Сол үшін Алла Тағала осы Фурқан сүресінің 20-шы аятында қателеспесем, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Қағиданы қараңыздар. Біз сендерді, ей адамзат, бір-бірлеріңе сынақ қылдық. Сынақ қылдық. Фитна. Фитна дегенде неге сынақ фитна деп аталады? Өйткені оның саған қарай айқайлаған сөзі сені өзіңнің халіңнен шығарып жіберуі мүмкін. Сен де білімсіздіктің киіміне қарай киініп, ей, не деп тұрсың деген нәрсе YouTube-қа шығып кетуі мүмкін бүгінгі заманда. Сосын бұл сөз пайғамбарымызға тигізіледі, дінге тигізіледі. Сосын Алла Рахманның құлдары қорғағандай, бұл дінді ешкім қорғамайды, қай заманда болмасын. Нағыз қорғаушылар осылар дінді, лайықты деңгейде. Сондықтан білімсіздер сізге қандай ауыр сөз сөйлесе де норма. Сіз тайып кетпеңіз жолдан. Ол білімсіздік. Білімсіздік болғаннан кейін ол солай сөйлеп тұр. Алла сендерді бір-бірлеріңе фитна сынақ қылдық. Яғни білімсіздерді білімділерге сынақ қылдық. Не үшін? Білімділерді сілкіп көрейік дейді Алла Тағала. Білімсіздер арқылы. Білім халіне айналды ма? Әлде құр жаңағы жайбарақат кездегі уағыз айтатын білім ба? Салып көрейік. Сондықтан да білімсіздермен сіз жолыққан кезде біліңіз, ол сіз үшін өте пайдалы нәрсе. Өте пайдалы нәрсе. Сіз оның жаңағы жағын ойлап кетпеңіз. Мысалы бүгін тәңіршілдер шығып жатыр. Олар ойбай, осындай деген нәрсе. Жалпы солар арқылы сізді біраз сілкейді да, сіз қаншалықты білімсіздің халге айналды. Сіз ойламаңыз, олар бір дінді бүлдіреді, елді бүлдіреді дегендей нәрсе. Еш нәрсе бүлдірмейді.
Егер біз дұрыс тасымалдайтын болсақ, иншалла, мына дінді, ешкім бұл діннің жолын бөгей алмайды. Пайғамбарымыздың заманында да небір қиындықтар болған, небір кедергілер болған, тоқтаған жоқ жол. Небір қиыншылықтар болған. Соның бәріне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және оның қасындағы сахабалар сабыр етіп өтті ғой. Сондықтан бірінші қасиетін қайталадық. Алладан екі арада пайда болған қасиет бұл. Алланы дұрыс тануыңыз, жердің бетінде сыпайы жүресіз. Тек Алладан ғана қорыққандықтан. Екінші, сол сыпайылықтың бір маңызды бір көрінісі, қашан сіздерге білімсіздер тіл тигізген болса, сәлем сендерге. Амандық тілейміз. Аман болыңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, Аллахумма хди қауми иннахум ла яъламун. Я Аллах тағалам, қауымымды, халқымды тура жолға сала бер, олар білмейді ғой дейді. Олар білмейді ғой. Амандық тілеймін сендерге. Енді бұл қуат қайдан келген оларға? Осындай салмақтылық жердің бетінде жүргенде, ешкімнен қорықпау, байсалды жүру, жаңағы небір білімсіздердің сөздеріне, ауыр сөздеріне, қылықтарына төтеп бере алу, сәлем деп айта алу. Бұл қай жақтан келген бұл күш? Бұл күш қой. Бұл қуатты қайдан алады олар? Раббымыз қайдан алған? Бұны қай жерде жинаймыз? Қай уақытта жинаймыз бұны? Валлазина ябитуна ли раббихим. Рахманның құлдары, және олар сондай құлдар, олар түнде Раббылары үшін өткізеді. Қатты көңіл бөліңіз осы нәрсеге. Түнде Раббылары үшін өткізеді. Олар қуатты түнде алады. Түнде ол соншалықты сағынады Раббысын, соншалықты ақыретке сенген, тозақтан соншалықты сыйынғысы келеді. Сенген жәннеті соншалықты рас, оның жүрегіндегі сенімі, ол түнде сол үшін тұрады. Түнде ол Раббысы үшін өткізеді. Біреулер түнде мысалы клубтарда өткізеді, бір киноларда өткізеді, дұрыс па? Біреулер Инстаграмда түнгі 2-ге дейін Инстаграмда ақтарып жатуы мүмкін, мысалы. Ал бұлар Рахманның құлдары, Рахманның құлы деген нәрсеге елену керек, көрдің ба? Рахманның құлдарының үшінші сипаты қандай? Олар түнде Раббыларына өткізеді. Қандай күйде Раббымыз? Суджадан, сәжде халінде, және қиям халінде. Қиям деген нәрсе Құранды білдіреді. Қиямда тұрған кезде бір ракағат, 2 ракағат, 3 ракағат деген нәрселерге көңіл бөлсеңіз, мына нәрсеге көңіл беріңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында, сахабалардың заманында кино болды ма, болған жоқ па? Сіздер мен біздегідей кино өндірісі болған жоқ. Бірақ қайдан алды олар ол эффектті? Қайдан алды? Құраннан. Құран, өзіңіз ойлаңыз. Мысалы, ол бір аятта тұр, мысалы. Алла тағала астрономиялық аяттарды оқып атса егер. Алла тағала күнді, айды, жұлдыздарды күллісін әміріне бағындырған, олардың әрқайсысы көкте жүзіп жүр дегендей нәрсе. Сосын біраздан кейін жаһаннам туралы аят айтып кетеді Алла тағала. Тозақтағы жағдай ақыретке өтеді. Одан кейін жер бетіндегі жаңағы 4 түлік мал туралы айтып кетеді. Одан кейін Мұсаның тарихына кіріп кетеді. Сол кездегі жаңа нені елестетіңіз, мысалы. Мұса аса таяғымен ұрған кезде, 2 теңіз 2 жаққа қақ жарылған кезде, екеуі 2 таудай көрініс тапқан кезде. Құран, бүгінгі біздер әртүрлі жаңа эффект аламай жүрген, әртүрлі жаңағы технологияларда айтатын болсақ, Құран оларға сол нәрсенің күллісін бере алған сол заманда. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, кімде-кім қияметтің қалай орнайтындығын көргісі келсе, Инфитор сүресін оқысын дейді. Аспан жарылған кезде, жұлдыздар төгілген кезде, теңіздер
бір-біріне қосылған кезде, қабірлер қопарылған кезде, сол күні адам көреді нені ілгері жібергенін, нені кейінге қалдырғанын. Сондай сияқты аяттар, кинолардың бәрі осындай болған. Мына қиям деген нәрседе, олар Құранды бір ракағат, бұл бір серия. Қазіргі тілмен айтып отқаным ғой. Екінші ракағатта екінші серия. Үшінші ракағатта үшінші серия. Төртінші ракағат төртінші серия. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үтір намазының бір ракағатында Ниса сүресінің 100 аятын оқып жіберген. Ол бір кірді ма болды. Олардың киносы, жүрегін алатын нәрсе Құраннан, Құран секілді еш нәрсе әсер етпеген оларға. А бүгін бізге Құран сондай әсер етпейді, оқысақ тез жалығамыз. Неге? Өйткені біз Инстаграмдағы эффекттер, сол жақтағы қызықтар, сол жақтағы жаңағы уақытша бір ләззаттар, солар жеңіп қойған жүрегімізді. Біз сол жаққа қарай жүректерімізді бергеннен кейін, ана Құранмен қосыламай жатыр. А Құран бізбен негізі бірігу керек, мына тәнмен бірігу керек Құран. Көрсі? Ана аяттар Рахманның құлдарына біріккендіктен жаңағы аяттар. Ол оның халіне, мінезіне айналып жатыр ғой. Ал бізге ол нәрселердің қонбай тұрған себебі көбіне, өйткені біздің көңілдеріміз, жүректеріміз басқа бір нәрселермен алаңдауда, білім жолында болсақ та. Міне сол нәрселерден біз азат болу керекпіз. Соқтан мына аяттар біздерге көмектеседі. Олар түнді Раббыларына өткізеді. Мысалы, біз түнді Раббыларымызға қаншалықты өткіземіз? Егер мен түннің белгілі бір бөлігін Раббыма бере алмасам, жалпы менің қожайыным кім өзі? Мен түнімнен, Алланың маған берген түнінен бір бөлігін оған бере алмасам, тіпті ол 2 ракағат намаз болса да, мен сол жерде қиям жасап, сәждемде оған бере алмасам, мен сәждемде оның ұлылығын сол жерде 1-2 ракағат намаз болса да көрсете алмасам, мен кімнің құлымын? Соқтан Алла тағала осы аяттарға бізге көңіл бөлуімізді қалап тұр. Мысалы, біз көбіне дұғаларымызда не сұраймыз? Сіз мысалы 10 минут дұға жасадыңыз. Не сұрайсыз 10 минут жасаған дұғаңызда? Ал Рахманның құлдары не сұрайды? Қараңыздар. Рахманның құлдарын қараңыздар не сұрайды? Жаңағы түнгі намаздарында. Алла тағала олардың тек коронный дұғасын айтып отыр. Түсіндіңіз ба? Яғни Рахманның құлы деген не бұл? Қаншалықты қадірлейді? Бұл не? Алланы қадірлеу деген не? Алланы қадірлеген жүректен қандай дұға шығады? Сонда Алла тағала соны көрсетіп отыр. Қараңыздар. Олар түнді Раббыларына өткізеді сәждемен және қияммен. Валлазина яқулуна. Сол дұғаларында олар былай деп айтады. Не деп? Роббана, Раббымыз, исриф анна, аулақ қылшы бізден, азаба жаханнам, жаханнамның азабын. Қараңыз. Жәннат тұр ба мына жерде? Жәннат сұралып тұр ба? Қараңыз, жәннатты қалай сұрайды? Жәннат сұралып тұр бұл жерде. Бірақ қалай сұрайды? Тозақтан құтылуды қалайды. Өйткені тозақтан құтылғаннан кейін жәннаттан басқа нәрсе жоқ. Жәннаттың алдындағы кедергі жаханнам. Ол сол кедергіден қорқады. Өзінің қанша түн бойы, күндіз бойы жаңағыдай амал жасай алса да, жәннатты сұрауға, тікелей сұрауға батылы жетпейді. Оны жаханнамнан сыйыну арқылы бүркейді. Түсіндіңіз ғой? Ана дұғадағы әдептің, Алланың ұлылығында, егер жәннатты сұрасаң, онда босап кетесің. Онда Аллаға амалдарыңды атағанмен бірдей. Салиқал амалдарыңды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп атағанмен бірдей. Ал жаханнамнан сыйынған кезіңде жәннатты сұрауға бетімнің жоқтығын көрсеткің келу Аллаға.
әм салиқалы амалдарыңды көре алмауың, салиқалы амалдарыңды ұмытып кеткенсің. Бұндай адамның жүрегінде қандай тәкаппарлық болады енді? Бұндай адамның жүрегінде қараңыз. Сондықтан жаһаннамнан сыйыну ол ешқашан босамау халі. Яғни болашақта қандай дұға жасасаңыз да, сол дұғаларыңыздың ең соңында осы сөйлемді қосып отырсаңыз егер, Раббым жаһаннамда бізден аулақ қылшы, инна азабаха кана ғарама, оның азабы ешқашан ажырамайтын азап қой. Егер оған біріксем, Раббым, оған қосылсам, ғарама деген ол ешқашан менен ажырамайды ғой дейді. Өйткені ғарам деген сөз араб тілінде, мына махаббат деген сөз бар араб тілінде, хуб, сүю, ғишық деген дәреже бар, ғашық болу. Соның ішіндегі ең есті жоғалту дәрежесін ғарам деп атайды араб тілінде. Мысалы, Ләйлі мен Мәжнүннің арасындағы нәрсені. Адамның есі кетуі, ол адам өлгеннен кейін де ажырамай қалуы одан. Соны ғарамын деп атайды. Бұл жерде жаңағы жаһаннамға айтылып жатқан нәрсесі, жаһаннам кіммен біріксе, одан ажырамайды. Ол қараңыз, ол ауыр азап, қиын азап, жан қинайтын азап, бірақ Рахманның құлдарының түйсігі сондай, оның азабы ауыр ғой, оның азабы қиын ғой деген сөзді айтпай, оның ар жағындағы нәрсені, ол ешқашан ажырамайды ғой деп жатыр. Қараңыз. Осылай болса, сіз бен біз сенген ақырет менің ақылымда өмір сүріп жатыр ма? Әлде тек қана теорияда ма? Мен оны зерттім, мен оны қарау керекпін. Көрдіңіз бе? Мен егер ақырет менің ақылыма, жүрегіме қонған нәрсе болса, онда ол менің жүріс тұрысымда, сізбен сөйлесіп жатқан мінезімде, сіз маған айқайлап жатқан кезде де ол істеп тұрады менің бойымда. Егер де ол теорияда болса, тек мен құтпада сөйлейтін, сабақта айтып беретін, ақырет деген осындай екен, сират деген осындай нәрсе бар екен, ол ғана кітаптар, біреулердің кітабы оң қолдан, біреулердің кітабы сол қолдан берілетін деген уағыз жасасаңыз болады. Алайда жеме-жемге келген кезде, біреу сізге айқайлап тіл тигізген кезде, не деп тұрсың десең, ақырет бар ма біліміңізде? Жүрекке түскен ба? Жүрекке түспеген, тек подсознанияда, хард диск чипыңда ғана жүрген нәрсе ол. Уағыздың кезінде бітеп спокойно айтылып кете береді. Бірақ жүрекке түспеген, жүрекке түскен нәрсемен Рахманның құлдары соншалықты түскен, ол үйінен шыққан кезде жұмыс істеп жатыр ода. Жердің бетінде байсалды жүреді. Ол тек қана Алланың әсері ғана. Басқа ешкімнің жаңағы әсері болып отқан жоқ о жерде. Пәленшенің кітабын оқығаннан сыпайы болып кеткен жоқ ол. Пәленшелерге ұнайтын болғандықтан сыпайы болып жүрген жоқ. Жалғыз ғана Рахман ықпал еткен оған. Сол Рахманға деген махаббат, Рахманнан деген үрей қос қанатына айналып, ол түнде Раббысына сәждемен және қияммен түн өткізеді. Пайғамбарымызға салыстырып қарасаңыз, осы нәрсенің ең биік өнегесі ғой. Мысалы, бір күні сахабалар айтады, Рамазан айының бір түнінде пайғамбарымыз салыстырып түнде намаз оқыды. Қасына барып біраз адамдар қосылдық дейді. Сол кезде ол түннің 1/3 оқыды дейді. Ертеңіне келдік, пайғамбарымыз саласымен бірге тұрдық, түннің жартысын оқыды дейді. 3-ші түні келдік, 2/3 оқыды да, сәресіне үлгере қалмаймыз ау деп ойладық дейді. Сонда бұлардың айналысып жатқан нәрселері фанатизм ба? Әлде махаббат па? Әлде ақиқат па? Бұл норма ма? Не бұл иман деген нәрсе? Ол құр сене салатын нәрсе ме? Жоқ, бұл сезімді билейтін нәрсе ме? Сондықтан болашақта бізде жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху қарай жақындайтындай амалдар пайда болу үшін біз оны ең әуелі осы нәрселерді уайымдаумен болу керекпіз қазір. Қаншалықты бұл нәрсе бізге керек? Егер бұл керек болмаса, бұл аяттарды не үшін Алла Тағала айтады онда? Егер бұл біздің қолымыздан келмесе, не үшін бұл нәрсеге Алла Тағала бізді қызықтырады?
Олай болса, бұл сіз бен біздің қолымыздан келуі ықтимал. Өйткені оны жасап көмектесетін Алланың өзі. Алласыз біз оны іске асыра алмаймыз. Бірақ Аллаға біздің мына жүректегі ниетіміздің шындығы керек. Сен шын мәнінде қалайсың ба құлым осыны? Мен осы жерде шешімді жауап беру керекпін. Раббым, қалайым? Егер Раббым, мен әлі мына нәрсеге әуеспін, әлі мына нәрсеге әуеспін, Раббым, әлі қоя тұрайықшы дейтін болсаң, Алла Тағала мәжбүрлемейді сізді. Кедергі мен жақтан болып жатыр да, Алла Тағала тарапынан ешқашан кедергі болмайды. Мен жақтан бір шегіну болып жатыр, тежегіштер қосылып жатыр. Сол үшін жаңағы Алла Тағала айтып отыр ғой. Ма тақаддама ва ма тааххар. Адам біледі сол күні тааххара. Көрді бе? Шегінген нәрсесін, тежегішті қосып алған нәрсесін. Сондықтан қазір Алла Тағала бізді алға жылжуға шақырады. Қорықпа, алға қарай жүр, мен сені өзім алып жүремін деген нәрсе. Бізде соған сенім жоқ. Сондықтан коронный дұға әрдайым дұғаңыздың ішінде мына дұға міндетті түрде болу керек. Сондай-ақ бұны 3 қайталасаңыз тіпті жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, кімде-кім жаһаннамнан 3 мәрте сыйынса, міндетті түрде жаһаннам Раббысынан сұрайды дейді. Раббым, пәленше деген құлың менен 3 рет сыйынды бүгін, менен алыстатшы деп. Сөйтіп күніге сіз қанша қашықтыққа алыстата бересіз. Егер ол менімен бірге бұл күнде жұмыс жасаса, онда ақиқат қой, бұл менің бойымда өмір сүріп жатқан. Осы ақиқат билемесе, мені басқа нәрсе билей алмайды олай. Осы жаһаннамның осындай қатты азап болғандықтан мен пәленшемен ұрсамаймын. Мен пәленшемен дүние үшін ұрсамаймын. Мен ана кісіге мүлде ренжи де алмаймын. Жаһаннам деген нәрсе бар, мен сенген. Ана кісі бірдеңке сұраса, қалтамда болса, мен оны қол бос қайтара алмаймын. Рахманның құлдарын ақиқаттар билеп тұр. Ол тек теория емес, уағызда айтылатын, емтиханда айтылатын сөз ба? Бұл хал, бұл білім күйге айналып жатыр. Алла Тағала осыны көрсеткісі келеді. Иннаха саат мустақарран. Шынымен де ол жаһаннам неткен жаман тұрақ. Ва муқома, неткен жаман мәңгілік. Ол әрі тұрақ, әрі не нәрсе? Мәңгілік. Муқома, иқома деген нәрсені білесіздер ғой? Прописка. Мәңгілік прописка деген мағына. Муқома. Өзіңіз ойлаңыз. Неткен жаман мәңгі орын ол. Неткен жаман тұрақ. Қараңызшы, жаһаннамнан сыйынып, оның ақиқаттығы Рахманның құлдарында қалай жұмыс жасап жатыр. Ол деген қиын ғой. Одан кейін олар түнді осылай өткізгеннен кейін жандарын осылай Аллаға қарай жұмсайды екен. Жанды беру, түнде өзіңді тұрғызу, жаныңды берумен бірдей Алла жолында, есіңізде болсын. Сен өзіңді алдыңда бердің Аллаға. Ұйқыдан жұлып алдың өзіңді. Жан беру бұл. Енді сізде мал деген фитна бар. Дүние мал. Сол дүние малына байланысты Рахманның құлдарын қараңыздар. Уәллазина иза анфақу, олар жаңағы малдарын жұмсаған кезде иза анфақу лам юсрифу, олар ысырап қылмайды. Бірінші қасиеті, олар ысырап қылмайды. Ысырап деген нәрсе жаңағы харам нәрселерге, пайдасыз нәрселерге, ақшаларын босқа жұмсамайды ешқашан. Екінші, валам яқтуру, және олар тарлық қылмайды жақсы істерде. Тіпті әйел бала шағасына жұмсаған кезде. Сол Абу Суфиян кішкене тар адам болған. Радиаллаху анху, Мекке ашылған жылы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйел адамдардан серт алғаннан кейін Хинд, Абу Суфиянның әйелі, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір нәрсені сұрайды. Соны сұрап атқан кезінде ана жерде күйеуі Абу Суфиян артында келе жатады, оның әйелі көрмейді. Сонда Хинд айтады: "Я Алланың елшісі,
Абу Суфиян кішкене тар адам, бізге жетіңкіремей береді, жетпей қалады баламызға, шын айтады. Бірақ ол өтірік алдап тұрған жоқ. Бірақ мен білем дейді оның ақшасының қай жерде тұратынын. Бірақ ешқашан ол жерге қол сұққан емеспін. Оған қайта-қайта айта бергенше, оның тарлығына тие бергенше, жеткілікті көлемді, жетпей тұрған көлемді өзім ала берсем бола ма дейді. Абу Суфияның жақындап қалғанын естіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, болады дейді. Абу Суфиян ана жақта пайғамбарымыз болады дегеннен кейін ризамын дейді. Сонда ғана адам тіпті тарлықта өзінің әйелі мен баласына дейін аяуы мүмкін екен, қараңыздар. Сол нәрселерге дейін түсіндіріп кетіп жатыр Алла Тағала. Олар ысырап қылмайды, және тарлықта қылмайды. Не істейді сонда олар? Олардың ақша жұмсауы, нафақалары осы екі аралықта туралықпен жүргізіледі. Тұп-тура. Сондықтан ысырап, пайдасыз нәрселердің бәрі ысырап. Харам нәрселердің барлығы ысырап. Пайдалы істерге жұмсамай қалудың бәрі тарлық. Ол тіпті жаңаға отбасыңыздың өзіне жұмсаудың өзінде де тарлық болады екен. Сондықтан ақша деген нәрсе сізді билемейді. Сізді Рахман билейді. Рахманның құлдары сондай. Олар ақшаға сүйенбейді. Ақшаны тапты ма, оны харам нәрсеге жұмсамайды. Пайдасыз нәрсеге де жұмсамайды. Сондай-ақ жақсы істерде ешқашан аямайды. Болашақта балаларыңызды мықты жасағыңыз келсе, оған ақша құю керек кәдімгідей. Сіз жұмыста жүрген кезде әйеліңіз ол балаға көп пайда келтіре алсын десеңіз, егер жан-жақта, ол әйеліңізге де ақша құю керек. Жаңағы нәрсені жасап шығару үшін. Біз оның нәпсісіне, болмайтын істерге, сол нәрселерге құймайды Рахманның құлдары. Алайда оны мықты Рахманның құлы етіп жасау, әйел адамды да, ер адамды да, сол нәрсеге қажетті ақша құйылу керек болса, Рахманның құлдары оны салады сол нәрсе. Ол ешқашан ысырап болмайды. Сосын Алла Тағала олардың жүрегінде, жалпы Рахманның құлдарының тағы бір маңызды сипаты, Алладан басқа Құдай жоқ дегеннен кейін, осы Алладан басқа Құдай жоқ деген сенімнің кәдімгідей өте бір таза, қоспасыз мағынада болуын қалайды Алла Тағала сіздің жүрегіңізде. Мысалы, Анғам сүресінде айтады: «Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин». Әлгі иман келтіріп, яғни Алладан басқа Құдай жоқтығына, сосын сол имандарын опасыздықпен араластырмағандар. Опасыздықпен араластырмағандар деген нәрсе Алладан басқа нәрселерге сыйынбағандар. Алламен бірге жарысатын нәрсені жүректе ұстамағандар. Көрдіңіз ғой? Алла Тағала соншалықты сіздің жүрегіңізді жаратты, өзі жаратқаннан кейін ол жүректен тек өзі ғана орын алғысы келеді. Құдай деген ұғымда сыйыну, табыну, езілу, кішірею деген ұғымдарда өзімен сіздің жүрегіңізде жарысып жатқан нәрсенің болуын ешқашан қаламайды. Өйткені ол сіздің авторыңыз. Ол сізді жасаған. Ол сізге күллі нәрсені беріп жатқан. Сондықтан келесі аятында қараңыз. «Валлазина» және олар «Ла ядауна мағаллохи илахан ахар». Алламен бірге басқа Құдайды шақырмайтындар. Дұғада. Мына сөзге көңіл бөліңіздер, көптеген Құранның аяттарында «Ла ядауна» мысалы жаңағы «мағаллохи» деп тұр ғой. Алладан өзге деген мағыналар бар Құранда. Алладан өзге Құдайға сыйынбағандар. Мына жерде Алла Тағала өзге демейді. Алламен бірге. Алламен бірге жүрегіңде менімен жарысатын нәрсе болмасын дейді. Адам кейде қысылған кезде сыйынып қалуы мүмкін Алладан басқа нәрсеге. Мысалы,
балам ауырып қалды, ойбай не істейміз, о көшеде бір орыстың кейін бір бар, кіндігін басып береді екен, тез бәрі орнына келе қалды. Ойбай барайық. Көрдің ба? Осындай жаңағы ұсақ мәселелер болса да, бұл Рахманның құлы болғаннан кейін ата соны айтып жатыр. Оның жүрегінде пайғамбарымызға өзі айтқандай: Құл инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Айт о пайғамбар, шынымен де менің намазым, менің құрбан шалған рәсімдерім, күллі жасап жатқан абряд, ритуал, жаңағы рәсімдерім, менің өмірім, қараңыздар, өмірім, менің өлімім, күллісі Аллаға. Ешкімге арнамаймын дейді басқа, қараңыздар. Әлемдердің Раббысына, ва бизалика умирту, осылай мен бұйырылғанмын. Ла шарика ла. Оның серігі жоқ менің жүрегімде. Бұл нәрседе сіздің жүрегіңізде мықты тұру керек. Жалғыз бұл таухид деген нәрсенің өзінің мына өзіңіздің жүрегіңізді дамыту тұрғысында сатылары өте көп. Мысалы, егер де сізге бір кісі келіп, сізге бір қаражат қажет болды. Мысалы, ол мына аятқа қатысты емес, бірақ бұл таухидтың жаңағы бір сіздің бойыңызда қаншалықты дамығанын көруіңіз үшін ғана. Қаражаттан бір қатты қиналдыңыз, сосын сізге біреу айтты, мен сізге Құдай қаласа көмек берем деді. Түсіндіңіз ба? Сізге сол адам мен сізге көмек берем деген сөз мен естіген жоқпын. Таухид деген осы. Түсіндіңіз ба? Егер ол бермей қалса, мен естісем оны, бермей қалса онда. Берем деп еді, қашан береді? Сол адамдар түсінбейді мен. Сіз Алладан басқа нәрселерге сүйенгенсіз. Бізде өзі ұлттық санада сол бар. Адамға сенген мұрттай ұшады. Аллаға сенген құстай ұшады деген нәрсе бар ол. Сондықтан жаңағындай бір адамдар келіп, мен сізге бұл жерде көмектесіп жіберем. Құдай қаласа менде связьдарым беттік естіген жоқпын. Таухид деген осы. Кейін егер шынында да уәдесін орындап көмектесіп жатса, алхамдулилля. Алайда көмектеспесе мен түк естіген жоқпын. Бұл не деген сөз? Мен ешқашан ренжімеймін оған. Мен Алладан басқаға ешқашан тәуелді болғым келмейді. Ешбір нәрседе. Пайғамбарыңыз саллаллаху алейхи вассалам, сіз салауат айтып жүрген пайғамбарыңыз сондай болған. Сондықтан салауаттарыңыздың жемісі сондай мінезге үйлендірсін. Ешқашан, ешбір адамға ісіңді таухид деген нәрсе сол. Тек қана жаңағына тасқа, ағашқа сыйыну деген мәселе емес. Алладан басқаға сүйенбе ешқашан. Бір Алланың өзіне сүйен. Сонда мына көктер мен жердің Раббысы, көктер мен жерді сізге бағындыра салу қиын емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алладан басқа еш нәрсеге сүйенбеген. Ешқашан. Тіпті ішіндегі жан дүниесіндегі бір күйік, бір проблемалардың мұңның өзін тек Аллаға ғана ашқан. Оны қасындағымен бөліспеген. Сол жүрегі ұнады. Қаншалаған қиындықтар, 13 жылдық меккелік қиыншылықты Ата Тағала немен бағалады? Исрамен. Пайғамбарымыздың ойында да болмаған. Алла Тағала оны құзырына көтереді деп. Ол Раббыңыз, пайғамбарымыз саллаллаху құрмет көрсеткен Раббыңыз сізге де қай заманда болсын құрмет көрсетуге дайын. Бірақ жүректі сол халге қарай тәрбиелеу керек. Әйтпесе күніңіз осы адамдарға қараған күйде өтеді. Құр тасқа анаған табынбайсың, не Аллаға сыйынасың, дұрыс. Бірақ көптеген жағдайларға сол адамдарға сүйеніп өтесің өмір бақи. Соларға ренжіп, солардың уәделесін күтіп, соларға үміт етіп, бұл өте әлсіздік. Бұл тәуелділік. Алла Тағала бұдан сізді босатқысы келеді. Сол үшін жаңағы сіздің басы мынау аяттардың Құранда көп қайталанатын себептері де сол. Түсіндіңіз бе? Қалай сыйынатыныңыз тек Алла болғаны секілді, сүйенгеніңіз де тек Алла болсын. Сенім артқаныңызда. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Сол кезде қоғамда кісі өлтіру нәрсесі, нақақтан кісі өлтіру деген нәрселер қылмыстар болғандықтан, Алла Тағала бұл қылмысты да тоқтатуды қалады. Сондықтан Рахманның құлдарының тағы бір сипаты, олар кісі өлтірмейді. Тек қана құқықты бұзып, сосын құқық тарапынан ол адамға қолданылатын жазаны ғана айтпағанда дейді. Кісі өлтірмейді.
Ал адамның жанына қол сұқпайды, малына қол сұқпайды, арына да қол сұқпайды. Рахманның құлдары осындай. Уәлә язнун, қараңыздар. Және де олар зина жасамайды. Зина деген нәрсе үлкен күнәлардың қатарына кіргізілген. Неге бұл жерде арнайы айтылып тұр? Негізі зина Аллаға опасыздық жасауға жол ашатын күнәлардың басы. Зина деген күнә адамды өтірікші қылады. Әрдайым өтірікпен қорғанатын боласың, өтірік сөйлейтін боласың, опасыз боласың, сатқын боласың деген нәрселер. Зина жүрген жерде жаңағы осындай нәрселер болады. Сондықтан Аллаға деген махаббат болғаннан кейін бізде жаңағы Рахманның құлдарында Аллаға деген махаббат бар. Ол сол махаббатпен жүрген кезде мына жақта бір жаңағы зинаға шақырылатын нәрсе. Нәпсісі ол нәрсеге қарай. Қазір қай махаббатты таңдайды? Зинаны сүйе ма, жоқ Алланы сүйе ма? Егер де зинаға қарай барса, мен Алланы саттым ғой. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Адам мүмин зина жасап жатқан кезінде мүмин болуы мүмкін емес дейді оның. Сол себептен иманы төбесіне шығып кетеді деген. Әбден жасап аяқтап болғанға дейін. Түсіндіңіз ба? Міне соқтан мені қадірлі қылып тұрған нәрсе тек иман екен ғой. Егер мен оны бойымнан шығаруға келіссем зина үшін, шыға тұршы кішкене деп. Сосын сол сәтте өмірден осып кетсем қалай болады? Рахманның құлдары осы нәрселерге дейін қамтыған. Олар зина жасамайды. Раббымыз егер де мына сенен басқа нәрселерге сыйынып, кісі өлтіріп қойып, зина жасау деген нәрселер болып жатса, бұны немен аяқталады? Кімде-кім осы нәрселерді істесе, жолығады күнәға. Асама яғни үлкен күнәға. Асама деген екі мағынаны береді. Біріншіден үлкен күнәға жолығады. Екінші сол күнәнің жазасына жолығады. Күнәнің жазасында асама деп атайды екен. Түсінікті ғой. Енді қараңыздар. Ол қандай күнә ол? Үлкен күнә деген не ол? Оның жазасы не? Үлкен күнәнің жазасына жолығады. Ол қандай жаза? Юдоғаф ләхул азабу яумал қияма. Қиямет күні ол адам үшін азап юдоғаф еселенеді. Күнә үлкен болғандықтан оның жазасы да еселенеді дейді. Міне Алла Тағала бұны оп-оңай айтып жатыр. Бұл ақиқат. Сондықтан Рахманның құлдары осы ақиқатқа көзін салады да юдоғаф деп басын ұстайды ол. Қараңыз. Еселенеді оған азап. Біз тек ананың айынды шығарып кетсек болды ана жерден. Доны дұрыс шығардым ба, айын дұрыс шықты ма деген нәрсемен, біз сомен өтіп кетеміз дейді. Рахманның құлдары ана сөзге отырады. Еселенеді. Қиямет күні оның азабы еселенеді. Көрсіз бе? Және де уаяхлуд фихи мухана. Және де ол сол азапта, жаңағы еселенген азапта мәңгі болады. Қандай халде? Муханан, қорланған халде. Неге қорланған? Өйткені жаңағы күнәлар арқылы ол өзіне қорлық жасады. Аллаға опасыздық жасады. Алла нау үлкен күнәлар еді, мынаған жақындама құлым деп еді, ол жақындады. Сол опасыздықтың кесірінен, сол опасыздық үшін оған азабы еселенеді дейді. Және де ол сонда қорланған түрде мәңгі қалады. Ар жағында үміт келтіреді Алла Тағала. Әрине айтпағанда, Раббым кімді айтпағанда? Мән тәба, кім кезінде сондай нәрселерді жасап, қараңыздар. Сосын тәубамен оралса, ва әмәна, иманын жаңартса, ва амиля солихан, сосын салихал амал жасаса, қараңыздар, иманның алдында тәубаны айтты. Мысалы, менде иман бар, бірақ белгілі бір күнәні тастай алмай жүрмін мен. Тастай алмай алғаннан кейін менде тәуба жоқ деген сөз. Алла Тағала тәубаны иманнан алдын айтты. Иманның қадірін тек тәуба береді. Тек тәуба ғана мен Алланың алдында әппақ қыла алмаса, басқа нәрсе әппақ қыламайды.
Өйткені мен күнәні иманмен бірге көтеріп жүрмін бойымда. Тәуба деген нәрсе Аллаға деген адалдықты бастайды. Аллаға деген адалдықты, Аллаға шынайы оралуды, шын тәубаның кезіндегі көз жасына жететін көз жасы жоқ жердің бетінде. Оны тек сол адам ғана сезеді. Мынандай тәубалардың түрі бар. Әлсіздіктен жылайтын тәуба. Тастай алмаймын да жаңа күнәні. Раббым кешірсін мені. Бірақ білем де оны ертең істейтін. Осындай жылау болады. Бұл жылау түк шешпейді. Бұл әлсіздіктің жылауы. Әлсіздігімнен жылап жатырмын Раббыға. Шындықты мойындаймын, әлсіздігім. Ал шынайы тәуба деген нәрсе, ол ана жаққа енді ешқашан бармайтынына сенімді. Және де сол істеген нәрсе опасыздықтарын енді көз алдына елестеткенде қиналғаны соншалық Алланың алдында. Ана жүректің селкілдеуі басқаша болады. Көздің жасы да басқаша болады. Ол адамның дауысы да басқаша болады. Сондықтан сол тәубадан кейін барып Алла Тағала иманды айтып отыр. Міне одан кейінгі иманды айтсаш деп отыр Алла Тағала. Жаңағы тәубадан кейінгі имани халін сенің айтсақ, ол сондай салиқалы амалдарды өндіреді ертең. Амиля солихан. Фаулайка, қараңыздар, сыйы қандай? Ойлаңыз. Өмір бақи зина жасап жүрген адам болды. Сосын бір кезде шынайы тәубамен оралды. Құлады енді Аллаға. Раббым, шын, сенімді ешқашан қайтып қалмайтыны. Өзін соншалықты жаңағы сөккілегені, жазғырып жатқан Алланың арасында соншалықты рас. Қараңыздар, сыйы қандай? Міне олар фаулайка юбаддилуллаху сайятихим хасанат. Олардың осы күнге дейінгі күллі жамандықтарын жақсылықтарға айырбастай салады ғой Алла дейді. Қарасаңшы Алланың қандай екен. Міне Аллаға неге опасыздық жасауға болмайды. Ол сондай адал сізге. Сіз оған ешқашан ондай адал болмағансыз. Сіз егер білсеңіз, күндіз түні, әрбір өміріңіздің, ғұмырыңыздың әрбір күндіз түнгі сәтінде, секундтарында сіздің қасыңызда қандай жақсылықтар жасаған. Көру де мүмкін болмай жатыр ғой. Осы тәуба соның бәрін көз алдыңа әкеледі ғой. Алланың жақсылықтарын көз алдыңа тізген кезде енді өшесің. Соншалықты өшесің. Жаңағы өшкен сіздің Алланың алдындағы ана күнәлардың өшіп, сондай халге түскеніңіз Алланың алдында сізді қайтадан тірілтеді. Алла Тағала сізден соншалықты разы болғаны соншалық күллі жамандықтарыңды жақсылықтарға айырбастай салады. Енді адам елестетіңіз. Намаз оқып жүрген адам. Мен мысалы сізді жақсы көремін дейік. Сіз бір жамандық жасап қалдыңыз маған. Күллі жақсылықтарымды ұмыта салуым мүмкін да мен. Бір жамандық қателігіңіз үшін. Ал Алла бір жақсылығың үшін күллі жамандығыңды ұмыта салуға дайын. Көрдіңіз ба? Шынайы дос сізге кім? Адам ба, Алла ма? Осы себептен иншалла Алла біз бір-бірімізге қалай тірі болуымыз, бір-бірімізге қалай әсер етіп жатырмыз. Алла бұдан да артық әсер ету керек бізге. Рахманның құлдары Алланың ақиқатын, Алланың сипаттарын соншалықты бойларына орнатқан, өзіңіз ойлаңыз. Ол сол сипаттар оларды билеп отқан. Сол себептен қылықтары, жүрістері сондай. Біз де сол нәрсеге ұмтылу керекпіз. Біз алып жатқан білімдер халге айналу керек, мына кісілердікіндей. Алла Тағала олардың жамандықтарын жақсылықтарға айырбастай салады. Ва кана Аллаху ғафурар рахим. Өйткені Алла Тағала өте кешірімді, өте рахымды. Міне қандай Раббыңыз бар сіздің. Осының барлығын шешкелі тұрған нәрсе не Раббым десе, тәба. Маған шын оралатын болсаң, менімен екі араңды шынайы ұстайтын болсаң, болды, саған ешкім керек жоқ енді дүние ақыретте. Мен саған жетемін деп отыр ғой. Жетемін күллесіңде. Сондықтан осы тәуба деген нәрсе маңызды болғандықтан, Алла Тағала оны келесі аятында қайтадан қайталады. Уәмән тәба. Және кім оралса,
ва амила солихан, және салиқалы амал жасаса. Неге тәуба мен үстінде, тәуба мен амалдың ортасында иманды келтірді үстіңгі аятта? Байқадыңыз ғой? Ал астыңғы аятта иманды айтпады. Неге? Уже сіз түсіндіңіз деп жатыр. Иманның ақиқаты тәуба және амал. Егер осы екеуі бар болса, иман деген осы деп жатыр. Шын мәніндегі иман. Сіз ғой, шын мәніндегі иман ақиқаты сол. Өйткені тәубадан кейінгі салиқалы амал, есіңізде болсын, ол ары қарай ұлғая береді, тұрақтай береді, қуаттана береді. Ал тәуба болмаса салиқалы амал. Мен бүгін оқыдым дұға намазын, бір апта оқымаймын. Кеше тахаджудты оқыдым, одан кейін ол жоқ, 6 ай болды. Рамазанда құлшылық жасаймын, одан кейін жоқ ондай нәрселер. Неге? Өйткені менің бойымда Алламен әлі келісіп шешкен тәубам жоқ. Мен әлі еркелеп жүрген адаммын. Сондықтан Алла тағала мына екпінді бізге беріп жатыр. Кім тәуба қылса және салиқалы амал істесе, қараңыздар, илаллахи матаба. Онда ол шынымен де Аллаға шынайы тәубамен оралған адам болды. Біз ертең бәріміз қияметте ораламыз ғой Аллаға, дұрыс па? Алла тағала сондықтан сол оралудан алдын осы дүниеде оралуды үйреткісі келеді бізге. Ертең біз жаңа кітабымызды алу бар ғой, кітапты оң қолдан алу. Сол кітапты оң қолдан алумен мына шынайы тәубаның сәті бір нәрсе. Егер де кім оң қолмен кітап алуды бүгін қаласа, бүгін соны сезгісі келсе, оң қолмен кітап алу деген не қияметте сезгін келсе, оны тек бұл дүниеде тек қана шынайы тәуба ғана соған ұқсататын нәрсені сезімді бере алады. Басқа нәрсе бере алмайды. Сондықтан Алла тағала тәубаны да оралу деген нәрсе. Мен бүгін оралуды үйрену керекпін Раббыма. Жетер енді, ей нәпсім деп жатыр ғой. Бүгін оралу керекпін. Не мені бүгін алаңдатып жатқан Аллаға шынайы берілуден? Алланы шын сүйін десем бір нәрсе кедергі жасайды. Берілейін десем бір нәрсе кедергі жасайды. Бір нәпіл оразаны жүйелейін десем бір нәрсе кедергі жасайды. Түнгі намазға тұрайын десем бір нәрсе. Не ол кедергілер Алламен жарысып жүрген менің жүрегімде? Не ол? Көрсетші маған дейді ғой Алла Тағала. Көрсетші маған, не ол? Не нәрсені ұстап алғансың жүрегіңде деп жатыр да бізге. Міне осындай Алламен бірге жарысып жүрген бір нәрселер бар жүрегімізде. Білім жолында болсақ та. Сондықтан біз бұл нәрселерді жеңіп, тәрбиелеп, өзімізді бұл нәрселерден өтпесек, біз ертең мына халыққа қарай шыққан кезде оларға қалай үйретеміз бұл нәрселерді? Қалай біз өткізе аламыз бұл нәрселерді жүректеріне? Өйткені маған өтпей жатыр ғой бұл нәрсе. Не сондықтан білімнің ақиқатын құрметті шәкірттер түсінейік. Ол шынайы халдерге айналу керек бізге. Келесі қасиетіне қараңыздар. Вәллазина ла яшхадуна зура. Маңызды нәрселерді айтып жатыр. Қоғамда мысалы бүгінгі күні жалған куәліктер көп бүгін қоғамда. Я ол солай істеген дейді, ол істемеген. Қаншама адамдар жалған куәлікпен қазір мысалы бостандығынан айырылып жатқан нәрселер бар. Жала жабылып жатқан нәрселер бар. Рахманның құлдары ешқашан жалған куәлік бермейді. Жалған куәлікке қатыспайды. Өңешіне мылтық қойса да, жалған куәлікке қатыспайды олар. Өтірікті жек көреді. Неге өтірікті жек көреді? Өйткені ол Алламен екі арадағы байланысында өтірік ұстамайды. Алламен екі арадағы байланысының шын болуын қалайды. Оның бар көксегені сол. Осы шындықтан ажырағысы келмейді. Рас болғысы келеді Алламен екі арада. Сөйлеген сөзінде, мына кісімен құшақтасқан құшақтасуында, мына жерге тұрып, мысалы, намаз оқыған кезде де, жаңа намаз оқып тұрған кезде де ол шын болуын қалайды. Ана кісілер тұрғаннан кейін оқып атқан жоқ, түсінсіз ба? Күллі нәрсе шын болуын қалайды. Жасап атқан зікірінің өзі. Жалғыз отырғанда жасамайды, қасында адам отырады, түрінде, бәрінде келтірді енді. Өтірік. Бұлар Рахманның құлдары өтірікті сүймейді, жиіркенеді.
ода бүкіл нәрсе шын болуын қалайды. Ал сондықтан дүниедегі жаңағы адамдармен екі арада біреулер жалған куәлік беріп жатса, олар ешқашан жалған куәлік жасамайды. Мына енді өте бір маңызды қасиеттері, қараңыздар. Ва иза марру биллагуи. Лагу деген сөз бар ғой біздегі. Осы аллагу сөзіне алынған. Қарапайым бір мысал келтірейін. Мысалы, жұма намазында отырған кезде, жұма намазына мен келіп, имам хұтпа сөйлеп жатқан кезде, менің мақсатым имамның хұтпасын тыңдау. Бір маңызды нәрселер айтылуы мүмкін. Әсіресе мен үшін сол арадағы ол кісі бір 10 сөйлем сөйлесе, сол 10 сөйлемнің біреуін Алла Тағала маған дайындаған болуы мүмкін. Менің өміріме өзгеріс әкелетін бір сөйлем болуы мүмкін. Соны пайғамбарымыз салсам көздеп былай дейді. Кімде-кім имам хұтпа айтып жатқан кезде қасындағы адамға тыныш отырш десе, фақоды лағо дейді, лағып кетті дейді бұл адам. Қайсысы лағып кетті? Тыныш отыр деп айтқан адам. Бұлай қарсы жаман нәрсе айтты ма бұл? Бұл тыныш отыр деген кезде маған керек сөйлем кетіп қалды. Маңызды сөйлемді мен өткізіп алдым. Бұл менің өмірімді өзгертетін сөйлем болған болуы мүмкін. Енді пайғамбарымыз осының өзін лағу деп атаса. Мақсаттан лағып кеттің дегендей нәрсе ғой. Біздің түпкі мақсатымыз рахман болғандықтан. Рахманнан алыстататын пайдасыз нәрселер, бос нәрселер, пайдасыз қызықтар, пайдасыз уақыттар, пайдасыз жиындар, солардың барлығы лағу деп аталады. Олар сіздің иманыңызға ешқандай пайдасы жоқ. Сізді одан әрі босатып жібермесе, сізді жаңаға қуаттамайды. Осындай лағу нәрселер. Кейбір нәрселер бар, біз оны лағу деп ойламаймыз. Мысалы айтайық, бір сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өтіп бара жатқан кезде мынандай адамдар жиналып қалған екен, шеңбер құрып. Сол шеңбердің ортасында біреу бірнеше адаммен күресіп, күллісін жауырынға жығып жатыр екен. Ананы да жығады, мынаны да жығады, ананы да жығады, мынаны да жығады, халықтың есі кеткен. Қараңыз. Халық есі кетіп, жаңағы жерде енді бүкіл нені ана кісіге қарай мақтауларын айтып, көздерін тойғызамай жатыр. Сонда пайғамбарымыз салсам сол жерден өтіп бара жатқан кезде олардың біреуі, я Алланың елшісі, келіңізші, келіңізші деп пайғамбарымызды не істеп жатыр? Өздеріне тақырып айналған нәрсені пайғамбарға да тақырып етіп ұсынбақшы. Мына жақта біреу күллісін жығып жатыр, я Алланың елшісі, қараңызшы, күллісін жығып жатыр. Бүгінгі кезде мысалы жаңағындай әртүрлі спорттағы жаңағы жығып жатқандар бар ғой. Сонда пайғамбарымыз салсам айтады ғой. Ләйса шадиду бис-сурағати. Менің үмбетімде күшті адам дегеніміз жамбасқа шыққан адам емес дейді. Иннама шадиду фи уммати ман малака нафсаху индал ғадаби. Менің үмбетімде күшті адам ол ашу кезінде өзін ұстай алған адам дейді. Пайғамбарымыздың темасын көрдіңіз ба? Қазіргі тілмен айтқанда, қараңыз, анау нені тема қылғысы келді, пайғамбарымыздың темасы қандай? Аналардың темасы лағу. Мысалы қазір сіз кіріп, Хабибпен біреудің бойын көріп жатсыз ғой. Ол шындап келген кезде лағу. Ананы қарашы деген нәрселер қасымдағы. Осындай нәрселердің қасынан рахманның құлдары марру өткен кезде, қасынан өткен кезде, Инстаграмда сол нәрсенің страницаның қасынан өткен кезде, көшеде өткен кезде, телевизордың қасынан жаңағындай нәрсенің қасынан өткен кезде, марру өтеді. Қандай? Кирома, құрметті түрде, абыройын жоғалтпай. Жаңағы нәрсе лемайды рахманның құлын. Лемайды. Аламайды назарыңды. Дегізбейді ешқашан. Ол тема емес. Оның барлығы сізді азғыратын, мақсаттан лақтырып жіберетін жаңағы. Мақсаттан лағып кететін нәрселер ғой бәрі. Сол үшін осы Аллаға деген адалдықтан
мақсатыңыздан адастырып жіберетін нәрселер осы дүниенің негізгі элементтері болғандықтан пайғамбарымыз бұл дүниенің барлығын сіз түсінсін деп былай деп айтты ғой: инна дуния малғуна, шынымен де бұл дүние лағнеттелген, уа малғуну ма фиха, оның ішіндегі нәрсенің күллісі лағнеттелген. Неге? Өйткені олардың ешбіреуі рахманға адал емес. Олар рахманнан адастырып әкетуге бейім жаралған. Илля зикрулла, бұл дүниенің ішіне тек Алланы еске алу. Сол еске алуға еретін күллі пайдалы істер. Ал-ғалим, осы ақиқатты үйретіп атқан ғалым, және осы ақиқатты үйреніп атқан әл-мутағаллим, білім үйренуші. Осы нәрселерді айтпағанда, мына дүниенің бәрі сізді Алладан алысқа алып кететін нәрсе. Өздеріңіз Құранды көп оқыған кезде байқайсыздар ғой. Долалан бағида деп айтады. Алысқа, ұзаққа адасқан олар дейді. Алысқа алып кете алады. Рахманның құлдарын бұл дүниенің ешбір нәрсесі жаңа қыле алмайды. Сіз ғой. Тіпті Рахманның құлы теннис ойнап жатыр делік. Сосын сіз келесіз, енді ғана кіріп атқансыз өзіңіз. Мен ойнайын ба? Мә, ала бер. Оны елемейді бұл нәрселер. Ұстай ма, сразу бере салуға дайын ғой. Тоқтай тұршы, өзім жаңа ғана алып едім деп. Немесе, воротаға кім тұрады? Мен тұра салам. Көрсіз? Сосын доп билебейді оны. Футбол ойнаған кезде. Доп билесе аяғым сынады жерде. Сондай нәрселер бар қазір. Бере салады. Түсініз бе? Ол проблема емес оған. Бұның барлығы. Ол нәрселер билей алмайды. Ол оны денсаулығына, жаңағындай бір нәрселеріне пайдалануы мүмкін. Көрсіз ғой. Осындай мәселелері бар бұлардың. Бұлар қызықтамайды деген сөз емес. Бұлар үйінде неше түрлі қызықтар істеуі мүмкін. Күйеуі де, әйелі де жаңағы. Билей алса, әйелі күйеуіне билеп беруі мүмкін. Әу дейтін болса, әу дей алатын мүмкін. Бірақ өз үйім, өлең төсегім үйінің ішінде. Бірақ әлеуметтік желіде, сахнада бұлар подписчик іздемейді. Бұлар Құдайдан қорқады, қалтырайды. Алайда Алла бойына берген жаңағы дарындардың бәрін үйінде пайдаланады. Баласын дамытады әртүрлі қырдан. Бір-біріне берген жақсылықтарын көрсете алады. Бірақ сыртта емес. Яғни ойлап қалмаңыз, Рахманның құлы тек қана ақырет деп кеткен жаңағы нәрселерді мүлде өмірлерінен сырып тастаған жоқ. Олар бұл темаларды біледі, қай жерде қолдану керек екенін. Көрсіз? Бірақ Рахман ұнатпайтын жақта ешқашан қолданбайды. Міне осы валлазина иза зуккиру, қашан олардың естеріне салынса, би аяти роббихим, Раббыларының аяттары, лам яхирру алейха сумман ва гумянан. Яғни қандай да бір аят оларға қарай естеріне айтылса, олар оған саңырау, соқыр халде еңкеймейді дейді. Көрсін? Мысалы намазда «Вәлә тәжәссәсу» деген аят оқып жатыр имам. Бір-бірлеріңді аңдымаңдар. «Вәлә яғтаб бағдукум бағдан», бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар. Мысалы, сондай нәрселерді аяттарды оқиды, сәжде жасады, руку жасады, сәжде, ассаламу алейкум, намаз бітті, намаздан кейін, яғни пәленше бар ғой. Жаңа аятта оған ғайбат жасама деген. Бір-бірлеріңді аңдыма деген. Мына көшеде не істеп жүрейін? Мысалы, мұсылман өзінің абыройын түсіріп жатыр да Алланың алдында. Мына көшеде. Астағфирулла, мына көшеде не істеп жүр деген. Астағфирулланы өз күнәңіз қайт, біреуден неңіз қай бар. Көрдіңіз бе қандай нәрсе. Сонда бұлар аяттарды естіген кезде ол аяттарға құлақ салмаған түрде, соқыр халде еңкейе салмайды. Атаулардың еңкеймейді деп тұрған жоқ, еңкейеді. Бірақ соқыр халде, түсінбеген, оның байыбына бармаған. Ол аяттың ішінде Алла Тағала Рахман менен не қалап тұр, оған көңіл бөлмеген, пысқырмаған. Бұндай емес. Бұлар аятқа көңіл бөледі. Анфал сүресінде осының жаңаға түсіндіретін мағынасы тұр. Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат қулубухум. Шынайы мұъминдер дегеніміз тек мыналар. Ойбай, ол кімдер? Оларға
Алла тағала естеріне түсірілген кезде жүректері қорқады. Ғайбаттама десе болды, ғайбаттамайды ертеңнен бастап. Ашуланба десе ашуланбайды. Көрсіз ғой. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Алла тағаланың аяттары оларға оқылса, имандары қуаттанады. Әсер алады. Әрбір аятқа қатты көңіл бөледі. Әрбір аятты бойына сіңдіргісі келеді. Оның жемісін шығарғысы келеді. Рахманның құлдары осындай. Мұнаның барлығы жаңағы өз бойындағы қоғамдағы сипаттар болса, Рахманның құлдары енді отбасына да көңіл бөледі екен. Оны Алла тағала отбасына көңіл бөлетіндігін дұғасы арқылы білдіргісі келді. Ол соншалықты уайымдайды отбасын, оны дұғасынан тастамайды. Әйел баласын. Түсінсіз бе? Қараңыздар, «Вәлләзина яқулуна», олар былай деп айтады дұғаларында: «Раббана, Раббымыз, хәбіләна, бізге сыйлашы». Сыйлашы деген сөздің өзінде жатыр. Раббым, менің қолымнан келмейді. Мен жүректерге маңызды нәрселерді өткізе алмаймын. Шамам келгенше насихаттаймын, айтам. Бірақ сен өзіңнің кеңшілігімен, рахымыңмен сыйлашы маған. Нені? Мен әзуажина, біздің әйелдерімізден, ва зурриятина, біздің ұрпақтарымыздан, ұл қыздарымыздан. Не нәрсені сыйлашы? Қуррата ағюн, көздерімізге ләззат, қуаныш сыйлайтын балаларды. Яғни мен балам іздеп барып, балам деп бөлмеге кіріп барсам, балам дұға жасап отқан, намаз оқып отқан түрін көріп, жылап жіберейші. Түнде қайда кетіріп, әйелімді қарап барсам, түнде тұрып намазда жатыр екен сәждеде. Жылап жіберейші, әйелімді андай көріп. Сосын үйге келіп бір ет келсе, мына етті не істесем екен, көршіге берсем ба деп тұрған кезде, әйеліңіз жүгіріп келіп, мынаның жартысын көршіге берейік деген кезде жылап жіберейші. Көрсі, балам, әйеліне қай жағынан қарасам, Раббым, сенің дидарыңды іздеген, сенің Құраның мен сүннетіңде шашылған амалдарыңды теріп жатқан әйелмен, теріп жатқан бала берші маған. Осыны маған сыйлашы, мен жасай алмаймын. Көрсі, осыны сыйлашы деп отыр. Содан кейін, Раббымыз тек әйелдерімізді емес, біздің өзімізді де дұрыстап, мешітте, қоғамда қаншама Құдайдан қорқысы келіп жүрген түрлі мұсылмандар бар. Барлығының көксеген нәрсесі тақуалық жоқ деп айта алмаймын, оларда бойларында бар. Әр түрлі деңгейде болса да бар. Бірақ оларға бір рухани жетекші керек. Сондықтан бізді мына білім үйретіп атқандықтан, мына білімнің барлығы ертеңгі ең соңында концовкада не нәрсеге айналу керек? Мына білімнің бәрі «Ваджаална лил муттақина имама». Бізді тақуаларға имам қылшы. Имам деген сөз рухани жетекші қылшы. Біреуміз мешітте жүрсек, біреуміз бір бизнесте, офиста жүрсек, тағы бір салада жүрсек, жүрген жерімде рухани жетекші болайшы. Жаттаған Құраным, оқыған білімім, үйренген нәрселерімнің күллісі нұрын шашсын солардың арасына. Көрсінші Алла мен елшісінің кім екенін. Мен арқылы. Көрсінші Рахманның мені қалай тәрбиелеген. Бәркім құлар Аллаға оларда. Таңғалар мына дінге. Бәркім өтер жүректеріне. Мені осыны тасымалдайтын адам қылшы деп жатыр ғой. Не уайымдары қандай. Көрсіз бе? Міне осындай құлдар болғандықтан, улаика юджзауна, міне бұлар жарылқанады ертең, сыйланады. Немен? Әл-ғурфата. Ғурфа деген нәрсе, мына жәннаттағы үлкен биік жерде салынған құрылыс бар ғой, имарат. Мысалы, қазір ай мен күнге қарай біздің қолымыз жетпейді ғой. Бірақ сол жәннатта сол тура айдай жерде үлкен сарай болады, арнайы тұрғызылған. Сол аймен бірдей үлкендігі, күнмен бірдей немесе. Түсінсіз бе? Сол жаңағы тақуаның ғурфасы. Сіз ойлаңыз. Бізде ғурфа деген нәрсе не? Бір бөлме. Ал жәннаттағы бөлме деген, ол жаңағы күнмен аймен бірдей үлкен биікте орналасқан ғимарат. Міне соларға сол ғимаратты берем. Соған көтеріліп барады. Не себепті, Раббым? Не себепті бұл биік дәреже, биік жердегі? Әркімге емес, неге соларға? Бима собару.
төзімді болғандықтары үшін, шыдағандықтары үшін, сабыр еткендіктері үшін мына амалдардың ешбіреуін төзімсіз, сабырсыз істеу мүмкін емес. Сабыр, Раббымен жолығатын күнге дейін ашуын басқара алады. Раббысымен жолығатын күнге дейін зина жасағысы келіп тұрса да жасамайды. Қашады одан. Нәпсін айтып жатырмын да, зина жасағысы келіп тұрса деген. Біреуге айқайлап тастағысы келіп тұр да. Рахман үшін сабыр етеді, айқайлай алмайды. Сонда көптеген өзінің бойындағы зиянның шықпауы. Қаншалаған амалдар, бастаған амалдарын аяғына дейін тұрақты қылу, тастап қоймау, әрбір бастаған жақсылығын, осының барлығын аталы оңай емес екендігін айтып тұр. Сабыр еткендіктері үшін. Көрді? Яғни иман келтіргендіктері, салиқалы амал істегендіктері үшін деп тұрған жоқ. Барлығы белгілі. Сабыр. Неге сабыр? Өйткені Али радиаллаху анху айтады, менің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан естіген нәрсем дейді. Адамның денесінде басы қандай мәртебе алса дейді. Иманда сабыр сондай мәртебе алады деген. Сабыр жоқтың иманы жоқ деген сияқты ғой. Басы жоқтың денесі жоқ деген. Қалай түсінген көрдіңіз ба? Сабыр. Немесе вастаину бис-собри вас-сала дейді Бақарада. Сабырмен жәрдем тіле. Басыңа қиыншылық келген кезде, жәрдем керек кезде, менен жәрдем тілейтін кезінде сабырмен көрсет жәрдемнің керектігін. Содан кейін барып намазды айтады. Және намазбен жәрдем тіле. Көрдіңіз ба? Тіпті сабырды ненің алдына шығарып отыр Алла Тағала? Сабырдың алдына. Өйткені мен намазды былай оқуым мүмкін. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ассаламу алейкум. Енді қайттым, енді не істеймін? Намаздан кейін. Сабыр деген нәрсе ол хал, күй, жүрек, ақиқатың. Ол нәрсе болған кезде намазың қандай болады? Сәжде. Сонда сіз сабырмен, сәждемен бәрін шешіп істей алуға уже иманың жетеді, көрдіңіз ба? Сонымен шешкің келеді. Сен намаз істейсіз, аяқтайсың да формат. Тарс-тарс, ол шешілмейді ештеңке. Намаздан енді қайттым енді. Мәкеңе звондайын ба? Жоқ, мәкең ба? Сонда намаз не үшін? Намаз просто мен мойнымнан түсіріп жүрген нәрсе екен. Мен оны өмірімде проблемамды шешуге пайдаланбаппын. Сондықтан сабыр, намаз деген нәрселердің өзінің орнын біз түсіну керекпіз. Міне олар сабыр еткендіктері үшін осылай. Және де уаюлаққауна фиха, сондай-ақ олар сол жаннаттағы биік ғимаратқа кірген кездерінде үйіне, сол жерде олар қарсы алынады. Не нәрсеге? Тахиятан. Оларға сондай бір қошемет сөздер айтылады. Алла Тағала тарапынан, періштелер тарапынан. Уассаламан. Сондай-ақ саламун алейкум деген сөз. Ол қиямет күні айтылатын сәлем сөзі мәңгілікке айтылады. Ол сәлем айтылғаннан кейін ешқандай зиян жоқ деген сөз, ешқашан. Тек таза амандық. Сондықтан хайыр деген нәрсе, жақсылық, таза жақсылық деген не десеңіз, таза жақсылық деген ол тек жәннат. Толығымен жақсылық. Ал бұл дүниеде жақсылық деген нәрсе зиянына қарағанда пайдасы көп нәрсеге айтылады. Бұл дүниеде зияны жоқ нәрсеге ғана айтылмайды жақсылық деп. Зияны бар, бірақ пайдасы зиянына қарағанда көбірек нәрсеге жақсылық деп айтылып кете береді. Ал ақырет, жәннат ол таза тек қана жақсылық. Алла Тағаланың оларға беретін нәрсесі осы екен. Аян сүренің аяғындағы жәннаттың өзіне қараңыздар. Холидина фиха, сонда олар мәңгі қалады. Хасунат, неткен жақсы еді бұл тұрақ ретінде. Жаңағы жәннат. Және муқома, мәңгі пана ретінде қараңыздар. Мәңгілік. Сіз осы мәңгілік үшін жаралғансыз. Сол мәңгілік үшін жаралғандықтан уақытша өзіңіздің 90, 70, 100 жарайды. 60 жылдық өміріңізді сабырмен өткізіп бер деп отыр ғой. Не нәрсеге сабыр етейін десең, бірақ сөзбен түсіндірейік. Бұл дүниеде мен қалайым? Ақыретте сен қалайсың. Ал кәпірлер, бұл дүниеде олар қалады. Ақыретте олар түк қалай алмайды. Ақыретте мен қалайым дейді оларға, мәңгі жаһаннамда. Ал бұл дүниеде
Сен маған адалдығыңды, махаббатыңды, бойұсынушылығыңды, мені жақсы көретіндігіңді, менің дана екенімді, үкімдеріме қатысты, менің білімді екенімді бәрін мойындап, нәпсіңе ұнамаса да көп нәрсе сабыр етіп мен үшін осы дүниеде мен қалаған нәрсеге қарай жүрсең, қияметте, ақыретте сен толығымен қалайсың деп тұр ғой жәннаттыққа. Қаншалықты қалаймын десең, Құранда баяндалған, ләкум ма яштахун, қалаған нәрселерің болады. Және валакум ма яддаун, ойыңа келген нәрселер болады дейді. Мәңгі бақи бітпейді. Сондықтан мына сабыр деген нәрсені түсініңіз. Бұл мерзіммен байланысты нәрсе. Біз бұл дүниені өте әдемі түрде өзіміздің пайғамбарымыздың үмбетінде әркім өзінің жаңағы бір кірпіші болып қаланып, сол кірпіш ретіндегі қызметінде лайықты деңгейде біз тұрып беру керекпіз. Алла тағаламен жолығатын күнге дейін да. Мына жердегі мынау аятқа бір тоқталып кетейік, соңғы аяты болғаннан кейін өте бір маңызды аят, қысқаша. Айт ей пайғамбар, әлгі иман келтірмейтіндерге, ақиқатты, Алланы, ақыретті, Құранды мойындамайтындарға айт. Мә яғбау бикум робби. Робби деген сөзге назар аударыңыз. Менің Раббым дейді пайғамбарымыз. Менің Раббым сендерді несіне керек қылсын дейді, қараңыздар. Керекпін деп жүрсіңдер ме мына жердің бетінде? Қазір жердің бетінде қаншама технология, техника дамып, жарысып, ойбой, керемет болып отыр ғой жер бетінде, дұрыс па? Қаншалаған нәрседе әлем жарысып жатыр. Ақиқаттан бейхабар. Сонда Алла тағала сол бүкіл байлықтарымен, осы дүниеде жүрген авторитеттерімен, техника, технологияларымен бірге қамтыған түрде бүйтіп айтып отыр ғой. Менің Раббым сендерді несіне керек қылсын? Ләула дуаакум. Аллаға сыйынған дұғаларың болмаса дейді. Кім? Адамзат, маған сыйынған дұғаң болмаса, маған жалынған түрің болмаса, несіне керекпін деп жүрсің маған? Деп жүр ғой. Несіне керексің маған? Көрші қалай айтады. Сонда Алла тағалаға мына дұға шақыруыңыз, Аллаға сыйынуыңыз, сұрауыңыз, бүкіл беделіңіз, абырой беделіңіз үшін етіледі. Адамдардан сұрасаң, адамдар ашуланады. Алладан сұрамасаң ашуланады. Пайғамбарымыз айтқандай дұға, ад-дуау хуал ғибада. Аллаға сыйыну сол ғой ғибадат дейді. Бүкіл ғибадат осы жерден басталады екен. Түсіндіңіздер ме? Күллі ғибадаттың өзі қай жерде? Аллаға ғана сыйынуда. Сондықтан Аллаға сыйынған дұғаларың болмаса, жалынған дұғаларың болмаса, адамзат, Алла тағала сендерді несіне керек қылсын? Керек емессіңдер деп отыр ғой. Сондықтан сіздің сәждедегі халіңіз ең жақын хал Аллаға. Сіздің әрдайым Раббым деп жалынып жатқан нәрсеңіз көп болсын, құрметті шәкірттер. Бір-бірлерімізге, университетке, елімізге, болашақта мына дұға деген нәрсе көп болу керек. Біздің Алладан сұрайтынымыз өте көп. Біз сол нәрселерді сұраудан жалықпау керекпіз. Сол сұрап жатқан дұғаларымыз мына қазақтың даласында көп шығып жатса, онда Алла тағаланың бізге көктен де жерден де беретіні мол болады. Ал егер сол сұрауға да жалқауланатын болсақ, түсінесіз бе? Не береді бізге? Осы дұғада біз жалықпайық. Бұл нәрсе ғибадаттардың ең жеңілі ғой. Осы сыйыну дұғасы бізден көп болсын, иншалла. Сондықтан сендер иман келтірмегендер, ақиқатты, Алланы, ақыретті, Құранды, пайғамбарды өтірікке шығардыңдар, фасауфа якуну лизама. Жақында сендерді жауапкершілікке міндеттейміз. Сол жауапкершіліктің ақырында тозаққа міндеттейміз дейді. Оларға ескертулер айтылып жатқан болса, оларға ескерту айту арқылы, қызым сен тыңда, жаңа келінім саған айтам дегендей, бізге де дұғаға қатты көңіл бөліңдер. Ей мұъмин құлдарым. Өйткені дүниеде, ақыретте күллі жақсылықтар Алла тағаланың иелігінде. Сондықтан біздің күллі сұрайтын нәрсеміз Алланың иелігінде. Алла бай, мұқтажсыз, және ол сізге өте жақын.
Мен де осы дұға арқылы оған жақындауды әрдайым ұмтылу керекпін. Иншалла осы дұғамен дүниеңізді де ақиретіңізді де әп-әдемі шешуге болады. Тек осы дұға жасауда, сыйынуда Аллаға, шынайы сыйынуда ешқашан ерінбейік. Осы нәрседе жігерлі болайық. Алла тағала бүгінгі сағаттарымызда баршамызға пайдалы қылсын. Бір 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Мысыр еліне сапарында аталмыш елдің президенті Хосни Мубаракпен кездесуінде Қазақстанда ислами жоғары оқу орнын ашуға байланысты екі жақты келісім қабылданды. 2001 жылы Нұр Мубарак Египет ислам мәдениеті атты университет алғашқы студенттерін оқуға қабылдады. 2011 жылы Мысыр Араб Республикасы Уақыптар министрлігінің қолдауымен 4 қабатты жаңа оқу ғимараты қолданысқа берілді. Бүгінде 20 жылдық белесін артқа салған университет Орта Азияда теңдесі жоқ рухани жоғары білім берудің қара шаңырағына айналып отыр. Еліміздегі діни алауыздықтың алдын алып, діни тұрақтылық пен тұтастығын сақтауда қызмет ететін бакалавриат, магистратура және докторантура деңгейлерінде білікті дін мамандарын даярлауда. Соңғы жылдары қоғамда дінге қызығушылық тенденциясының өсуі, жастардың діни білім алуға қызығушылығының артуы, шетелдерде діни білім алуға шектеулердің қойылуы, және қолданыстағы 1000 білім алушыға арналған оқу ғимараты қазіргі таңдағы 2500 білім алушыны қамти алмауы университеттің жаңа оқу ғимаратының қажеттілігін туындатып отыр. Осы мақсатта 2019 жылы Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қолдауымен 4000 білім алушыға арналған жалпы көлемі 30.000 шаршы метрді құрайтын 9 қабатты жаңа оқу ғимаратының жол картасы бекітілді. 2019-2021 жылдары аралығында құжаттама жұмыстары жүргізіліп, 2022 жылы жаңа оқу ғимаратының іргетасы қаланды. 2022 жылы $1,2 миллион көлеміндегі қаржыға алғашқы құрылыс жұмыстары жүргізілді. 2023 жылдан қараша айында жаңа оқу ғимаратының құрылыс жұмыстары қайта жанданды. Тапсырыс беруші Нұр Мубарак Египет ислам мәдениеті университеті. Бас мердігер Көктөбе стройнедвижимость жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бас жобалаушы Dial Project жауапкершілік шектеулі серіктестігі.